Таласбаева Ағлен, ардагер журналист, қазіргі таңда Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің жанындағы ақпараттық ағарту штабының жетекшісімін. Мұнайлы ауданындағы 6-шы мектептің директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Сардарбек мырза жөніндегі бір азғантай өзім пайымды айтқалы отырмын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент, соның ішінде ақпараттық ағарту штабы өзі аты айтып тұрғандай, жас ұрпақпенен, жастармен жұмыс жасайды. Мектептердегі адал ұрпақ, оқу орнындағы саналы ұрпақ клубтарымен жұмыс жасаймыз. Және сол мектептердегі тәрбиесі жөніндегі орынбасарлар біздің департаменттің уәкілдері болып есептеледі. Үкіметтің тапсырмасымен, агенттіктің жіберген жоспары бойынша, білім басқармасымен бекітілген, келісілген меморандум бойынша жұмыс жасап отырмыз. Мінекей осы жұмыстарда осы Сардарбек мырза өте белсенді. Сәуір-мамыр айларында біз жемқорлық бала көзіменен, адалдық сәби тілімен деген екі үлкен 10 күндік іс-шаралар акциясын өткізген болатынбыз. Оның әрқайсысы 20 күнде, 10 күн емес, 20 күн, 30 күнге басып кетті. Сол кездерде де Мұнайлы ауданы өте белсенді болды. Соның ішінде осы 6-шы мектеп өте белсенді. Қазіргі таңда біз Сардарбек мырзаны осы ақпараттық ағарту штабының бір жағынан мектептегі уәкілі болатын болса, енді осы облыстық штабтың құрамына мүшелікке алып отырмыз соңғы осы 10 шақты күннің ішінде. Себебі қазір 20-сы менен үстіміздегі айдың 31-нің арасында, яғни бүгінге дейін Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына орай оқушылар мен студенттер арасындағы барымда, бақытында осы өлеңім деп аталған өлең оқу, мәнерлеп оқудан байқау ұйымдастырып жатқанбыз. Осы шара бойынша да Мұнайлы ауданы, соның ішінде 6-шы мектеп өте белсенді болып отыр. Біздің зерттеуіміз бойынша, пайымдауымыз бойынша 6-шы мектепте адал ұрпақ клубының құрамында 150-дің үстінде 180-ге жақын оқушы бар екен. Біз алдағы айға қараша айына жоспарлап отырмыз. Жалпы аудан мектептерінде осы адал ұрпақ клубтарының, оқу орындарындағы саналы ұрпақ клубтарының жұмыстарына мониторинг жариялаймыз, өткіземіз, саралаймыз, бағасын береміз. Міне осы бағытта әзірге адал ұрпақ клубында мүшесі көп осы 6-шы мектеп болып отыр. Менің айтпағым, кез келген істің басында осы Сардарбек сияқты азаматтар, іскер жігіттер, тыңғылықты, зерделі, білікті азаматтар жүретін болса, іс оңға басар еді. Сондықтан мен Сардарбек мырзаның жұмысына оң баға беремін және әрі қарай да біз жұмысымызды жалғастыра беретін боламыз.